Құрметті студенттер, бүгінгі тақырып ерте көшпенділер дәуіріндегі ұлы дала өркениеті. Айтпақшы, шаруаларың бітірдің ба? Иә аға, бүгін ауылға қарай шығамын. 10 шақты планшет алдым. Сабаққа қатысамын айтқан оқушыларды бір қуантайық деді. Ой, жарайсың. Бірақ көп жүріп алмай тезірек қайтуға тырыс. Бұл жаққа да керексің. Өзің көріп жүрсің ғой, тыныс алуға да уақыт таппай қалдық. Осы аға. Осы жер ма? Осы. Жақсы жерде тұрады екенсіңдер. Иә. Жаңа, рахмет аға. Аман бол. Ауылдың кереметін ай. Ауасы таза, басың тынығады. Құлыным қалайсың, жағдайларың қалай? Карантин қалай бітейін деді ме өзі? Шүкір апа, аманшылық қой. Жақында бәрі өз қалпына келеді. Апа, ар жақта шығып жатқан нені дауысы? Әлде телевизорды мына жаққа ауыстырдыңыздар ма? Онлайн сабағы дей ме? Балалардың көріп отырған сабағы ғой. Қалай сонда? Нұржандар Сирайдауға кетті беріңіз ғой. Балалардың қулығы ғой, ашырып жатқан. Қалай сонда? Қулық дейсіз ба? Қулығың асырады ғой. Планшеттерім ай. Не дейсің? Ештеңге апа, суретке плаш киіп түспей ма деймін да. Ағаларың қалай өзі? Ағамның жағдайы өте нашар апа. Осы аптадан қалмай барып қайтыңыз. Қоңырау шалып әуре болмаңыз апа. Білесіз ғой балаңыз, жақсымын, уайымдама деп жастара береді. Ой, арсайқырала не дейді, ертең мен қалмай жолға шығайын. Қас берейін бе, мама? Жоқ. Балам, жағдайларың қалай? Бәрі дұрыс па? Келгеніме 2 күн болды. Сөйлесейін десем, қолыңнан телефон түспейді. Иә, бәрі дұрыс, анашым. Бірақ мынау осы жылғы сабақ аздап қиындап кетті. Ой, айналайын, бәрі жақсы болса болды. Мен де сол інінен естіп келген едім. Оңыз бара салысымен үйге қарайтын адам табылды деп қалаға шықтыңыз ба? Дұрыс болды, мама. Дұрыс болды келгеніңіз. Осыларға қарайсыз, тәрбиелейсіз. Жас жан, мына жер дайындап берші, қазір сабағың басылады. Жақсы. Мен барып киімді ауыстырып алайын. Отағасы? Ау? Енді істейміз, өткен аптадағы уәдеңіз бойынша. Бүгін балалар сыртқа шығарып қайтамыз ба? Апа да келді, қаланың көрікті жерлерін көрсетіп, көңілдерін көтеріп қайтпадық па? Әсел, сен аптаның ортасында қыдырғанды қайдан шығардың? Әсіресе мынандай қол байланған кезде. Ой, сіз де үнемі сөйтесіз ғой? Жоқ, сен кішкене түсін. Өзің көріп жүрсің ғой, күндіз-түн экраннан шыға алмай қалдық. Сабақ өту, оған дайындалу, базаға енгізу, оның бәрі шаршатып жіберді. Бәрін тастап қазір қыдырып кетсек, сонда не болады? Біреудің баласына қиянат жасағандай боламыз. Біздің де балаларымыз бар. Мысалы, оларға бір дайынсыздық мұғалім сабақ берсе, сен де қарсы боласың ғой, дұрыс па? Бірақ оның бәрі уақытша. Құдай қаласа бәрі қалпына келсін, армансыз қыдырамыз, иә жаным? Мама? Қазір мұғалімдердің бәрі сен сияқты сынып таппай жүрме? Енді анашым, жағдай сондай болып тұр. Ой, масқара, еңбектеріңді біреу білсе, біреу білмейді ғой. Мен де білмей жүр екенмін. Жүгірмек ініңнің айтқан енді түсіндім. Мен оған звондайын. Алло, апа? Алло, балам қалайсыңдар? Шүкір жақсы. Иә, ағам жағдайын бүгін сұраған екенсіз ғой. Нұржан мен Ержанның сабағына қараңдар. Экранның алдына сурет қойғанды қойсын, өздерін отырысып қой, сабақтарын қарасын. Уайымдамаңыз апа, барлығы қадағалауында кетіп жатыр.
Алло? Я тыңдап тұрмын. Жабек, қазір келем. Ага. Бұның бәріне онлайн сабақ кінәлі.